Адам ата тыйым салынған ағаштың жемісін жеп қойды. Адам ата ең алғашқы жаратылған адам баласы. Сосын адам атаның қабырғасынан Хауа анамыз жаратты. Екеуі жәннатта бақытты ғұмыр кешті. Бірақ Ібліс шайтанның азғыруымен екеуі Алла тағала тыйым салған ағаштың жемісін жеп қойып, Аллах тағаланың тыйымын бұзды. Сол себепті жаза ретінде жәннаттан шығарылып, жердің бетіне түсті. Адам атаның атына сәйкес бүкіл адам заттың есімі адам деп аталады. Идрис пайғамбар ең алғаш боп мата тоқыған кісі. Әрі Идрис пайғамбар жер бетіндегі ең алғаш жазу жазған кісі деп те саналады. Идрис пайғамбар өзінің қауымын Алланың дініне берік болуға үндеген пайғамбарлардың бірі. Нұх пайғамбар алып кеме салды. Нұх пайғамбар адам атадан жалғасқан адамдарды бір Алланың дініне шақырды. Және тоқтаусыз 950 жыл уағыз айтты. Және бір уақыттарда адам ата алып кеме жасап, адамдарды өзіне иланған Алланың дінін бір деп білген адамдарды және жануарларды жұп-жұбымен сол кемеге отырғызып, топан судан құтқарды. Ал иманға келмеген адамдар сол топан сумен жер жұтылды. Және Нұх пайғамбар адамзаттың екінші атасы деп те саналады. Худ пайғамбардың еліне азап желі жіберілді. Худ пайғамбар өз қауымын бір құдайшылдыққа шақырды. Және Худ пайғамбар ат қауымына жіберілді. Ал бірақ ат қауымы шектен шығып, азғындыққа орындып, бір құдайшылдыққа бағынбай, көп құдайшылықпен әбден азғындыққа ұрынғандығы себепті Алла тағала оларға жаза ретінде 7 түн 8 күн азап желін жіберді. Соның себебінен ат қауымы жер бетінен жоқ болды. Тек Худ пайғамбардың айтқан насихатына сеніп, Аллаға иман келтірген иманды жандар ғана ол желден аман қалды. Алла тағала Салих пайғамбардың пайғамбарлығын растау үшін жар тастан алып түйе шығарды. Салих пайғамбар Самуд қауымына жіберілген пайғамбар еді. Қауымын бір құдайшылдыққа, яғни Аллаға ғана сенуге шақырды. Және Салихты мазақ етіп, пайғамбарлығы мойындамағандығы себепті оның пайғамбарлығын дәлелдеу үшін Аллах тағала жар тастан буаз түйені шығарады. Және ол түйе буаз жартастан шыққаннан кейін боталайды. Және әлгі қауымы ол түйені ботасымен бірге өлтіріп қылмыс жасағандығы үшін Алла тағала аспаннан ащы бір дауыс шығарады. Салих пайғамбардың насихатына иланып Аллаға иман келтіргендер ғана ол азаптан аман қалған. Ибрахим пайғамбар қасиетті қағбаны салды. Ибрахим пайғамбар қасиетті қағбаны тұрғызған пайғамбар. Және Ибрахим пайғамбарға өзінің әйелі мен ұлын дәл қазіргі осы қағба орналасқан Меккеге апарып тастауды бұйырды. Ол кезде Мекке қаласы әлі жоқ еді. Кейін өзінің ұлы Исмаил есейгеннен кейін Ибрахим пайғамбарға Алла тағала адамдарды осы қағбаны зиярат етіп, қажылыққа келсін деп бұйырған болатын. Лот пайғамбардың қауымына аспаннан отты тастар жауған. Лот пайғамбар Сәмуд халқына пайғамбар ретінде жіберіледі. Алайда олар бір Аллаға бағынбай, тіпті шектен шығып, ер адамдармен жыныстық қатынасқа түсіп, аса ауыр күнәға ұрынады. Лоттың айтқанын орындамай шектен шыққан сол азғын қауымның әрқайсына аспаннан отты тастар түсіріп, жазалап, сол қаланы жерден көтеріп алып, төңкеріп, жермен жексен еткен. Тіпті сол жерде өлі теңіз пайда болған. Ол әлі күнге дейін бар. Исмаилдің орнына құрбандыққа Алла тағала көктен көк қошқар түсірген. Исмаил Ибрахим пайғамбардың үлкен ұлы. Ибрахим пайғамбарға Алла тағала өзінің ұлы Исмаилді құрбандыққа шалуды бұйырады. Алланың бұйрығын орындау үшін Ибрахим пайғамбар Исмаилді бауыздамақ болып пышақты тартқан кезде пышағы өтпейді. Сол кезде Исмаилдің орнына Алла тағала көктен көк қошқарды түсіреді. Сөйтіп құрбандыққа Исмаил емес, көк қошқар шалынады. Содан бері қарай құрбандыққа біз қошқар шалатын дәстүр қалыптасқан. Ол құрбандық деп аталады. Ал енді
Исмаил да Ибрахим пайғамбардың ізін жалғап пайғамбар болған. Ал Исмаил пайғамбар қазіргі арабтардың атасы деп саналады. Исхақ Ибрахим пайғамбардың өте қартайған шағында көрген баласы. Исхақ Ибрахим пайғамбардың екінші ұлы. Исмаил пайғамбардың інісі. Қызығы, Сара анамыз 90 жасқа келгенде, Ибрахим пайғамбар қаусаған 120 жасқа келген кезде Аллах тағаланың берген ұлы мұғжизаларының бірі. Исхақ та әкесінің ізін жалғап пайғамбар болған, халқын Алланың тура жолына шақырған. Яқуб пайғамбардың 12 ұлы болған. Яқуб пайғамбар Исхақ пайғамбардың баласы, Ибрахим пайғамбардың немересі. Яқуб пайғамбардың екінші есімі Исраил деп аталады. Алланың құлы деген мағынаны береді. Қазіргі Израиль халқы міне сол Исраил атауымен аталып кеткен. Яқуб пайғамбардың 12 баласынан қазіргі еврей халқының 12 руы тараған. Юсуфты бауырлары құдыққа тастайды. Юсуф Яқуб пайғамбардың 12 баласының бірі. Яқуб пайғамбар өзінің осы баласы Юсуфты өте қатты жақсы көреді. Өйткені көрікті, зерек, ақылды еді. Соны қызғанған оның қалған бауырлары Юсуфты құдыққа апарып тастайды. Кейіннен өтіп бара жатқан керуенге құлдыққа сатып жібереді. Ол керуен Мысырға барады. Ал енді Юсуф пайғамбар өте сымбатты, көрікті бала болып өседі. Кейіннен ол түс жоруымен сол жердегі адамдарға ерекше танылады. Кейіннен атақ абыройы өсіп, Мысыр патшалығының қазынасына жауапты маман болып тағайындалады. Кейіннен өзінің бауырларының жасаған қастандықтарына қарамай оларды кешіріп, бауырларын, әке-шешелерін өзінің қасына Мысырға алдыртқан. Аюб пайғамбар 18 жыл төсек тартып ауырған. Аюб пайғамбарды Аллах тағала пайғамбар ретінде таңдайды. Және бала шағасымен, дүниесімен қуаттайды. Бірақ бір замандарда Аюб пайғамбарға ауру келеді. Ол 18 жылға жалғасады. Баласынан айырылады, дүниесінен айырылады. Тек қана жұбайымен бірге жалғыз қалады. Бірақ ауруға сынбай 18 жыл Аллах тағаланың бір дініне, Аллах тағаланың ұлықтығына иман келтірген пайғамбарға соңында Алла шипа жібереді. Бір ғана дұғасымен бүткіл ауруынан айықтырады. Тіпті бұрынғыдан да жап-жас халге келтіреді. Бала шағамен қуантады, дүниемен мол байлықпен қуаттайды. Міне осылай Алла өз пайғамбарының дәрежесін арттырады. Шұғайб пайғамбар таразыдан жеп алдайтын қауыммен алпарысқан. Шұғайб пайғамбарды Алла тағала Мәдиян деп аталатын қауымға ескертуші елші ретінде жіберген. Және өте шешен сөйлейтін болғандықтан Шұғайб пайғамбарды пайғамбарлардың уағызшысы деп те атап кеткен. Қауымының Алладан серік қосудан кейінгі ең үлкен ауыр күнәсі сол таразыдан жеу болған екен. Және Шұғайб пайғамбарды мына Мұса пайғамбардың қайнатасы деп те келтіреді. Мұса пайғамбар аса таяғымен теңізді ұрып екіге жарған. Өзін құдаймын деп санайтын перғауынға ескертуші ретінде Мұса пайғамбарды Алла пайғамбар ретінде таңдаған. Мұса пайғамбардың ерекшелігі қолы әппақ боп жарқырайтын. Және қолындағы аса таяғы жыланға айналатын. Және Мұса пайғамбар өзінің қауымын сол аса таяғының көмегімен теңізді ұрып екіге жарғанда, теңіздің астында тіпті лай қалмастан әппақ топырақ болып ашылған. Өз қауымын Қызыл теңізден өткізеді. Және перғауын өзінің әскерімен бірге сол теңіздің ішінде теңізге батып опат болады. Міне, дәл осындай Мұса пайғамбар ерекше мұғжизалармен есте қалған Алланың сүйікті елшілерінің бірі. Харун Мұса пайғамбардың ағасы. Алла тағала Мұса пайғамбарды пайғамбар қылған кезде оның ағасы Харунды да пайғамбар қылады. Алла тағала Мұса мен Харунды өзін құдаймын деп санаған перғауынға ескерту үшін жіберген. Кей жағдайда Мұса пайғамбар елден басқа жаққа кеткен кезде орнына кеңесшісі, орынбасары Харун қызметін жалғастыратын. Зүлкифил құлшылығына өте берік,
дұғасы қабыл болғыш пайғамбар. Зүл-Кифил жайлы Құранда 2 жерде айтылады. Ізгі, тақуа, дұғасы қабыл болғыш пайғамбар ретінде белгілі. Зүл-Кифилді Аюб пайғамбардың баласы деп те келтіреді. Дәуіт пайғамбар ең алғаш темірді игерген темір ұстасы болған. Дәуіт пайғамбар болғанға дейін қой баққан. Кейін елінің жауы Жәлют патшаны жекпе-жекте жеңіп атаға шығады. Одан кейін Исраил патшасы болып тағайындалады. Ең қызығы, Дәуіт пайғамбарға 4 кітаптың бірі Забурда Аллах тағала берген. Дәуіт пайғамбар ерекше дауларды шешен әрі әділғазы болатын. Даусы да өте керемет болған. Тіпті Забурды оқыған кезде әсем даусына таулар балқып, ұшып бара жатқан құстар елетіп тыңдап ұшпай қалатын еді. Тіпті Дәуіт пайғамбар темірлерді балқытып қару-жарақтар жасайтын, және оқ өтпейтін сауыттар мен қалқандар жасайтын. Сонысымен ерекше пайғамбарлардың бірі. Сүлеймен пайғамбар барлық жан-жануарлар мен жәндіктердің тілін білген пайғамбар. Тіпті адамдармен қоса жындардың пайғамбары болған. Сүлеймен пайғамбарға барлық жындар бағынышты болған. Тіпті теңіздің астынан маржандарды теретін, айшылық алыс жерлердегі дүниелерді алып кеп беретін, тіпті ақыл кеңес беретін кеңесші жындар, құрылысшы жындар, әскерден жындары болған. Және жәндіктердің, жан-жануарлардың тілін емін еркін түсінетін еді. Тіпті Сүлеймен пайғамбарды айшылық алыс жерлерге апаратын желде қызмет қылған. Және Сүлеймен пайғамбарды Дәуіт пайғамбардың баласы деп білеміз. Осының барлығы үшін Сүлеймен пайғамбар Аллаға ерекше ықыласпен, үздіксіз шүкіршілік етіп, құлшылық жасайтын. Ильяс пайғамбарға тау ішінен соқпақ жол ашылған. Алла тағала Ильяс пайғамбарды Бәни Исраил қауымына пайғамбар ретінде жіберген. Харун пайғамбардың ұрпағынан. Ол өз халқын Алла тағалаға ғана ғибадат қылуға шақырады. Алғашында сол ел патшасымен бірге дінді қабылдайды. Алайда кейін діннен бас тартып, Ильяс пайғамбарды өлтірмекке қастандық жасайды. Сонда ол қашып жан сауғалаған кезде таудан соқпақ жол ашылады. Сөйтіп таудың шыңына шығып жасырынған кезде Аллах тағала періштелерді жіберіп өзіне алдыртып алған делінеді. Әл-Яса Ильяс пайғамбардың шәкірті. Әл-Яса Бәни Исраил қауымының пайғамбары. Юсуф пайғамбардың ұрпақтарынан. Әл-Яса Ильяс пайғамбардың қалдырған шариғатының негізінде қауымын бір құдайға құлшылық етуге шақырған пайғамбарлардың бірі. Юнус кит жұтып қойған пайғамбар. Юнус ибн Мәтті. Құранда Зуннун деп те аталады. Ол 100 000 халқы бар Ирактағы Нинуа деп аталатын елді мекенге пайғамбар ретінде жіберілген. Ол 33 жыл бойы өз халқын бір құдайшылдыққа шақырып, олар иманға келмей қойғандығы себепті. Болды, енді сендерге Алланың азабы келеді деп, Алла рұқсат етпестен халқын тастап кетіп қалады. Сөйтіп теңіздің жағасына келсе, жүргелі тұрған кеме бар екен. Оған отырып кемеге шығады. Алайда дауыл тұрып, жеребе тастап, жеребесі сол Юнус пайғамбарға түседі. Олар оны кемеден теңізге лақтырып жібереді. Сол сәтте Алланың бұйрығымен алып кет Юнус пайғамбарды жұтып қояды. Ол сол киттің ішінде 3 күн 3 түн Аллах тағалаға атақты мына дұғасымен жалбарынады. Ла иляха илля ант субханака инни кунту миназ залимин. Аллах тағала мені кешір, зұлымдыққа ұшырадым деген дұға еді. Алла тағала ол китке Юнусты жеп қойма, әрі 3 күн 3 түн өткеннен кейін жағаға кеп түкіріп таста дейді. Кит Юнус пайғамбарды жағаға түкіреді. Сөйтіп Юнус пайғамбар 3 күн 3 түннен кейін өз қауымына қайтып келетін болса, қауымына ешқандай азап келмеген екен, таң қалады. Сөйтсе, Юнус пайғамбар енді сендерге азап келеді, мен сендермен бірге болмаймын деп кетіп тастап кеткен кезде, дауыл азабын көрген кезде халыққа бірі қалмай тегіс бір құдайға сыйынып жалбарынған екен. Сөйтіп Аллах тағала оларға келіп төніп тұрған азапты қайтарып құтқарған. Міне осындай Юнус пайғамбардың оқиғасы бар.
Закария пайғамбар Иса пайғамбардың анасы Мәриям анамыздың қамқоршысы. Закария пайғамбарды Исраил қауымына пайғамбар ретінде жібереді. Закария пайғамбар Иса пайғамбардың анасы Мәриям анамыздың қамқоршысы әрі ұстазы болған. Әйел екеуінің қартайғанына қарамастан Закария пайғамбардың «Робби, лә тәзәрни фәрдән вә әнтә хойрул вәрисин» дейтін бір дұғасымен қартайған Закария пайғамбарды Яхия дейтін перзентпен қуантады. Өз халқын Алланың дініне қанша шақырса да қауымы оларға иланбай қудалайды. Закария пайғамбар бір ағаштың діңіне жасырынып жатқан жерінде барып, ағашпен бірге қауымы аралап өлтіреді. Яхия Закария пайғамбардың қартайған шағында көрген жалғыз ұлы. Ол да әкесінің артынан пайғамбар болған. Және Иса пайғамбардың бөлесі. Яхияның есімін Алла Тағаланың өзі қойған. Құранда солай келеді. Әке шешесіне қамқор, сондай салиқалы перзент болады. Ал халқын Алланың дінін бұзбай, мүлтіксіз орындауға шақырған пайғамбарлардың бірі. Алайда қарсылық пен күпірлікке ұрынған халқы оны да өлтіріп тынады. Иса пайғамбар әкесіз туылған жалғыз пайғамбар. Ізгеде тақуа Мәриям анамыздың жалғыз ұлы. Ең ерекшелігі, Иса пайғамбар әкесіз туылды. Иса пайғамбар туыла салып сөйледі. Иса пайғамбар туыла сала пайғамбар болған. Ол Бәни Исраил қауымына жіберілген ең соңғы пайғамбар. Иса пайғамбардың ерекшелігі алапесте жазалатын. Балшықтан мүсін жасап, үрлеп жан бітіре алатын. Иса пайғамбар қабірдегі өлілерді тірілте алатын. Жоқты таба алатын. Және соқырдың көзін жаза алатын. Дәл осындай көптеген мұғжизаларға толы Иса пайғамбарға қасиетті 4 кітаптың бірі Інжіл түсірілді. Ол өз халқын бір құдайлыққа шақырды. Аллаға ғана ғибадат жасауға шақырған пайғамбар еді. Алайда қауымы Иса пайғамбардың сөзіне иланбай оны өлтірмекке үйде қамаққа алады. Сол кезде Алла Тағала Иса пайғамбардың шәкіртін Иса пайғамбардың түріне айналдырады. Ал Иса пайғамбардың өзінің құзырына көкке көтеріп алады. Ал қауымы Иса пайғамбарды өлтірдік деп, оның шәкіртін шегелеп өлтірген болатын. Және қиямет жақындаған кезде жер бетін дәджалдың бүлігі жайлайды. Оған ешкімнің қауқары да, шамасы да, күші де жетпейді. Міне дәл сол сәтте Алла Тағала көктен Иса пайғамбарды жер бетіне түсіреді. Ал Иса пайғамбар сол дәджалды жеңеді, өлтіреді. Әу баста Иса пайғамбарды көкке Алланың көтеріп кетуінің де бір сыры осы жерде деп жатқан шығар. Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм қияметтің пайғамбары, Құран берілген ең соңғы елші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм 571 жылы Мекке қаласында дүниеге келді. 40 жасқа толғанында Құранның алғашқы аяттары түсіп, пайғамбар болды. Меккеде 13 жыл, Мәдинада 10 жыл пайғамбарлық міндеттерін атқарып, дүние салды. Әр пайғамбар өз қауымына ғана пайғамбар ретінде жіберілген болса, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм күллі адамзат баласына пайғамбар ретінде елші болып жіберілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм тек адамзат баласын қараңғыдан жарыққа шығарушы нұр Құранды алып келді. Және өзі де адамзаттың ардақтысы, пайғамбарлардың мөрі болып танылды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм пайғамбарлардың ең соңғысы, одан кейін ешқандай пайғамбар келмейді. Пайғамбарға берілген Құран кәрімде 4 кітаптың ең соңғысы, одан кейін ешқандай кітап түспейді. Және ол түсірілген кітаптың қияметке дейін бір әріпі де, бір аяты да өзгермейді. Өйткені Алла оны өзі қорғайды.